барлық адамның өмірі бірдей бағалана ма? Америкадағы ең қорқынышты теракт кезінде шамамен 3000 адам қаза тапты. Банкирлер де, өрт сөндірушілер де, кейін қаза тапқандардың отбасына арналған арнайы қор құрылды. Өтемақы мөлшері адамның жасына және табысына байланысты есептелді. Егер адам жылына $20,000 аз тапса, отбасы шамамен $500,000 алды. Ал жылына $220,000 көп тапса, олардың отбасына $7 миллион дейін төленді. Сонда банкирлердің өмірі өрт сөндірушілердің өмірінен қымбат болғаны ма? Ал өрт сөндірушілер сол банкирлерді құтқару үшін ғимаратқа жүгіріп кірген еді. Адамгершілік тұрғысынан қараса, бәрі керісінше болу керек еді. Бірақ қоғам осылай шешті. Біз өмірімізді айфонмен, пәтермен, немесе ақшамен өлшеп жатамыз. Дегенмен, адамның өзі үшін өз өмірі расында баға жетпес. Бірақ қоғам үшін, мемлекет үшін және басқа адамдар үшін адамның өмірінің белгілі бір құны бар. Қаншалықты қатыгез естілсе де, бұл шындық. Видео пайдалы болды деп үміттенемін. Каналға жазылып, видеомен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыз. Және міндетті түрде миыңызды қуаттап, санаңызды кеңейтіңіз.